Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 87-ші сабақ зат есім. Егер видео ұнаса соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Зат есім. Біз бұл тақырыптан зат есімдерді тауып сұрақ қоюды үйренеміз. Және де өлең мазмұны бойынша сұрақтар қоя алатын боламыз. 10-шы жаттығу өлеңді түсініп оқы. Шағала көлін қорғайды, шопан төлін қорғайды. Екінші жерін қорғайды, батыр елін қорғайды. Өлең мазмұны бойынша сұрақтар қой және жауап бер. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Енді осы өлеңге мазмұны бойынша сұрақтар қойып, оның жауабын берейік. Шағала нені қорғайды? Көлін. Шопан нені қорғайды? Төлін. Кім жерін қорғайды? Егінші. Кім елін қорғайды? Батыр. Мұндағы бізде қарамен жазылған сөздер шағала, шопан, егінші және батыр. Бұлардың барлығы да кім деген сұраққа жауап береді, тек шағала деген сөз ғана не деген сұраққа жауап береді. Сондықтан да бұлар зат есімдер болып табылады. Келесі бізге берілген ережеге тоқтала кетсек. Адамға қатысты сөздерге кім, кімдер, заттар мен жануарларға не, нелер деген сұрақ қойылады. Келесі 11-ші жаттығу кестені толтыр. Мұнда бізге берілген сөздер алма, лақ, қалалар, қариялар, бала, ойыншықтар, сәби, мұғалімдер. Және де кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтар берілген. Осы сұрақтарға жауап беретін сөздерді тұс-тұсына жазып, кестені толтырайық. Кім деген сұраққа бала, сәби деген сөздер жатады. Не деген сұраққа жауап беретін сөздер алма, лақ. Кімдер деген сұраққа жауап беретін сөздер қариялар, мұғалімдер. Нелер деген сұраққа жауап беретін сөздер қалалар, ойыншықтар. Осылай әдемілеп дәптерге қатесіз көшіріп аламыз. Келесі 12-ші жаттығу өлеңді рөлге бөліп оқыңдар. Өмірде ата кім мықты, айтқан адам шындықты. Қасиет неде адамдық, ізет мейірім адалдық. Өмірде не ең жаман, сақтай алмау елді аман. Зат есімдерді тауып, оларға сұрақ қой. Бұл өлең ішіндегі зат есімдер ата, адам, қасиет, ізет, мейірім және адалдық. Енді осыларға сұрақ қояйық. Ата кім деген сұраққа жауап береді? Адам кім деген сұраққа жауап береді? Қасиет не деген сұраққа жауап береді? Ізет, мейірім және адалдық деген сөздер де не деген сұраққа жауап береді? Келесі шығармашылық үзіліс 13-ші жаттығу ойлан тап. Саған кім болады? Әкеңнің әкесі ата, әкеңнің анасы әже, анаңның әкесі нағашы ата, анаңның анасы нағашы әже.
Өзіңнен кіші қыз болса қарындас, өзіңнен кіші ұл болса іні. Тапқан сөздерінің зат есім екендігін дәлелде. Тапқан сөздердің барлығы кім деген сұраққа жауап береді. Сондықтан бұл сөздер бізде зат есім болып саналады. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақтарыңыз туындаса, комментарийға жаза отырыңыздар. Міндетті түрде барлықтарыңызды оқып, жауап беретін боламын.